бизнестағы стратегияға уақытымды қайда жұмсауым қажет? Егер де сіз действительно өзіңіздің бизнесіңіздің стратегиясын жасай бастасаңыз, оны үш тарапқа бөлу керек. Біріншісі қысқа мерзімді стратегия, ұзақ мерзімді стратегия және орта мерзімді стратегия. Давайте ең алғашқысын бір аңға шығатын бір аңшы ретінде, охотник ретінде елестетейік. Ең алдымен қоянды алайық. Қоян деген бұл қысқа мерзімді және біз осы нәрсеге көп көңілімізді бөлуіміз керек. Қоянның етін бір отырғанда жеп қоюға болады. Сол үшін осыған арнайтын уақытыңыз ол 60% қамту керек. Екінші деңгей стратегияның ол орта мерзімді. Орта мерзімді деген ол арқарға аңға шығу. Арқарды, конечно, бір күнде ұстап алу мүмкін емес. Чисто случайно болып қалмаса. Егер де сіз арқарға аңға шығатын болсаңыз, как минимум бір апта кетеді, потому что оны тауып алу керек, тауып алғаннан кейін оны ұстап алу керек. Ал бір апта аңға шығу үшін сіз бір апталық запасыңыз болу керек. Сол себепті 60% уақытыңызды арнаған еттеріңізді алып, сөйтіп арқарға шығасыз. Арқарға 30% уақытыңызды арнасаңыз, сол жеткілікті. Теперь қияли бизнесмендер туралы айтайық, который жоспары жоқ, бірақ бешеный желаниясы бар. Бешеный желаниясы бар бизнесмендер жайлы. Олар мамонтқа аңға шығады. Мамонтқа аңға шығу үшін сізге как минимум команда керек. Егер де командаңыз жоқ болатын болса, тогда это бессмысленно. Теперь команданы асырау үшін бірнеше арқар керек, жүздеген қоян керек. Себебі мамонттар үлкен болады. И вообще олар өліп қалған. Бірақ мамонт жайлы ұмытпаған дұрыс, потому что бұл бизнесқа бағыт-бағдар беруші фактор. Ал мамонтқа, конечно, қалған 10% уақытыңызды арнауға болады. Міне осы, егер де бизнесіңізде стратегия болатын болса, комментарийдің астында стратегия деген сөзді жазып кетіңіздер.